сеніңіздер. Бүгін мінекей барлықтарыңыз мерекені қойып Талдықорғанға келіп отқандарыңызға өте көп рахмет. Мықты мотивациялыңыздар. Міне, уақытысы жоқ деп келмегендер өздері біледі, ал бірақ сіздер барлықтарыңыз бүркіт болыңыздаршы. Осы жерден кредиттерінен қаншамадан құтылып жатыр. Үй алып жатыр, квартиралы болып жатыр, машиналы болып жатыр. Енді айтарым жоқ, оны дәлел біздің Грилиев. Мынау бап емес, қарашы, барлығымызға керек. Азанда тұшуамыз, кешке тағы тұшуамыз, кір жумайтын адам жоқ. Сондай керемет бизнес тап деген бізге, мен ылғи күлдіріп айтам. Азанда ақша түскенде телефон сүйгім келеді, содан кейін барып спонсорыңды сүйгім келеді. Бүгін Айман Көшербаеваны сүйіп алсаңдар болады барлықтарыңыз. Ал енді мен кішкене ауырып қалдым, оған қарамай, маған көп адамдар айтты, қалай барасың деді. Барам дедім, себебі менің алтындай командам отыр. Қалай мен бармайын? Мен сіздер үшін келдім, өзім үшін келдім. Мен сіздердің әрқайсыңыз, мен алғаш кіргенде Айман ханым маған бүйтіп айтқан, апа, менде 40 мың адам бар. Соның 20 жұмыс істейді, 20 жұмыс істемейді, бірақ олар ішіп жейді ғой дейді. Тура менде де сондай қазір. Менде қазір 9 мың адам бар екен. 9 мыңның үшеуі істейтін шығар. 3 мыңы, 6 мыңы ішіп жейді ғой. Мен соның арқасынан қанша ақша алып отырмын. Қараңыздаршы, егер де мен басқа жерден алсаңыздар, ол ақша түспейді ғой. Сондықтан бүгінгі келіп отқан команда, мен сіздерге бақ тілеймін, Қыдыр бабам қолдасын деп. Мен сіздерге ақ тілеймін, адал болсын жолдасың деп. Мен сіздерге нұр тілеймін, жүрегіңді жылытсын деп. Мен сіздерге жыр тілеймін, ренжісең ұмытсын деп. Сіздер үшін жан аяман, команда соны білші. Тек менің тілегім үшін жер басып, аман жүрші дегім келеді. Мадина ханым, давайте, дамы и господа, еще раз громче поаплодируем ваши аплодисменты.